Парламент мәжілісінің депутаты Айдос Сарым Назарбаев әулетінің қайда екендігін айтты. Айдос Сарым журналист Нартай Аралбайұлына сұхбат беріп, Назарбаев әулеті референдумнан кейінгі өзгерістер, суперпрезиденттік жүйеден бас тарту туралы пікір білдірді. Депутат референдум ойдағыдай өткенін айтты. Айдос Сарымның айтуынша, референдумға көпшілік өз еркімен дауыс беруге келген. Референдум ойлағандағыдай өтті деп ойлаймын. Өтірік дауыс беру туралы көп дерек жоқ. Бірінші күні прокуратураға 7 шағым түскен. Bir облыстан 5, басқа жақтан 2 деген сияқты. Бұрынғыдай 1500 адамды залға жинап әңгіме ету деген болған жоқ. Жалпы мәжіліс депутаттары күніне 500-ден астам жиын өткізіп тұрды. Көпшілік елдің жақсы жаққа өзгергенін қалайтынын айтып, ұнасын-намасын дауыс беруге барамыз деді. Екінші мәселе, бұл конституциялық өзгерістерді парламентте қабылдауға болатын. Меніңше президентке керегі екінші республика деген концепция, деді ол. Сондай-ақ олар Назарбаев әулетінің қайда екенін айтып, экс-президенттің не үшін референдумға дауыс беруге келгенін жеткізді. Қазақстаннан шыққан 3000-нан астам адам Дубайдағы $1 миллиард мүлкін иеленіп отыр деді. Бізде миллиардерлерге қызмет ететін пысықайлар бар. Сол сияқтылар шығар азаматтық алған. Назарбаев әулетінің біразы Дубайда жүр. Шәріпбаевтың Сатыбалдының әңгімесі бар. Естуімше, Самат Әбішке ордер беріліпті деген әңгіме бар. Әрине, бір-екі туыстарының қылмысты болса, мүлкі тәркіленсе ұнамайды ғой. Олар да ойланып күдіктенеді. Нұрсұлтан Назарбаевқа Конституциядан елбасы атағын алып тастаған жүрегіне бататын шығар. Бірақ біреуге ұнасын, ұнамасын бір сөз айтайын. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан тарихының мызғымас бір бөлігі. Осы мемлекет қалатын болса, Назарбаевтың аты аталады. Саясат деген ақ пен қараның қақтығысы емес. Әлем тілі түсті, деді депутат.